Сабақ тақырыбы Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы. Қызыл кітапты жасау тарихына шолу жасайтын болсақ, 1973 жылы Қазақстанда жануарлардың сирек кездесетін және жойылу алдында тұрған түрлер туралы мәселе талқыланды. Нәтижесінде еліміздің Қызыл кітабын құрастыру қолға алынды және оның бірінші бөлімін көрнекті зоолог Слуцкийдің еңбегінің арқасында жарық көрді. 1978 жылы бірінші басылымның бірінші бөлімінде омыртқалы жануарлардың 87 түрі қамтылды, яғни 31 сүтқоректі, 43 құстар, 8 жорғалаушы, 1 қосмекенді, 4 балық түрлері қамтылды. 1981 жылы екінші бөлімінде өсімдіктердің 307 түрі жарияланды. 1991 жылы екінші басылымда омыртқасы жануарлар, яғни жәндіктер, ұлулар, құрттар, шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер жарияланды. 1996 жылы үшінші басылымда 288 жабық тұқымды, 2 ашық тұқымды, 3 қырыққұлақ тәрізділер, 3 мүк түрлері, 10 саңырауқұлақтар және 1 қына түрлері қамтылды. 2010 жылы 4-ші басылымда омыртқалы жануарлардың 128 түрі қамтылды. Онда 1 дөңгелек ауызды, 17 сүйекті балық, 57 құс, 3 қосмекенді, 10 жорғалаушы, 40 сүтқоректі жануарлар қамтылған болатын. Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін Қазақстанның бүкіл аумағында ерекше қорғауға алынған. Оларды жинауға, аулауға тыйым салынады. Сонымен бірге Қызыл кітапта жарияланған кейбір түрлер Қазақстан аумағында кездеспеуі мүмкін. Қорғауды қажет ететін түрлерге тоқталатын болсақ, қызғылт бірқазан, сары құтан, жалабай, қарабай, қоқиқат секілді көптеген құстар, сонымен бірге Каспий тілтісі, Вольга майшабағы, таймен секілді көптеген балық түрлері және сүтқоректілерден жұпар-тышқан, ортаазиялық өзен камшаты, Түркменстан құланы, Тянь-Шань арқары, Минсбир суыры секілді, ал жорғалаушылардан сұр-кесел және ортаазиялық бақа түрлері қорғауды қажет ететін түрлер болып табылады. Сонымен бірге жетісу бақатысы, аяқсыз кесіртке түрлері және бүркіттің түрлері, сақалтай, жұртшы, бұлдырық, барыс, Тянь-Шань қоңыр аюы секілді көптеген жануарлар қорғауды қажет етеді. Қазақстанның биологиялық алуан түрлігін сақтаудың негізгі 3 жолдары бар. Бірінші, заң шығарушы база, яғни жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану туралы, сонымен бірге қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы заңдарында берілген. Екінші, биологиялық алуан түрлілікті сақтаудың ғылыми дәйектемелерін жасау, яғни тек нақты өлшемдер, өсімдік жануарлардың жойылып кету қаупі төніп тұрған түрлерді дұрыс әрі қателеспей табуға мүмкіндік береді. Үшінші, сақтау және қалпына келтіру жөніндегі тәжірибелік шаралар қорықтығы ғана емес, оның шегінен тыс аумақтарда да сақтауға бағытталған. Енді оқу тапсырмасы. Төменде кестеде берілген қорықтар бойынша Қызыл кітапқа енгізілген ағзаларды толықтырыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.